Сахна төріне Ақтөбеден келген жас жолбарыс Нұрбол Жауынбаев шақырамыз. Нұрболмен айтысатын Абай елінің тумасы, аяулы қарындасымыз Әсем Ереже қызы. Қақпасын кілт боп ашып сарайыңның, көрермен көңіліңді табайынмың. Жырына сусындаған қазақсың ғой, Марғасқа Махамбетпен Абайыңның. Ұлтымның ұлағатын ұлықтауда, айтыстан алынбай ма талай үлгің. Жүкеңмен Әсей апам аман жүрсін, ақшашын бізден көріп самайының. Әйтпесе түлкі бұлан қусай асат, халықты айтысынан санайырдың. Бір елі төбем көкке жетпей қалат, ақ жүзін көрген кезде ағайынның. Халықтың сұрамайтын шапанатын, ақын біз алғыспенен баталатын. Ізетті інімсің ғой ізім мерген, жөнім жоқ қатты сөйлеп тақалатын. Ағайын айтысыңа үлес қостық, биікке баспалдақтай апаратын. Додада жыр тұлпарым шауып жүрсе, өзіңнің шапалақпен шапағатың. Ешқашан суымайтын, ескірмейтін, сіздер ғой менің ыстық махаббатым. Шашатын күн секілді таңдан ұрын, ақынсың қазағыма бар қадірің. Апалы інілі боп шыға келдік, сақтасын тіл мен көзден Алла бүгін. Бойынан бұл апаңның табылады, Тамирис Заринадан қалған ұғым. Таңдайдан жырмаңдайдан бағың кетпей, алдыңнан ақ күн тусын арда күнім. Ауысқан Ниязовтан бір-ек ауыз, Әсемге сақтағаның бар ма бүгін? Құдағып ырғыз тобыл қосауылды, арқаммен тоқтатайық асауылды. Нұрбол күйеу бала болсын деген жандар болса, қол соғып қол паштасын осы әнімді. Сенің де бағың жансын айналайын, тауып ал Қостанайдан қосағыңды. Аламан мен таңымызды, жарыста жел тарағай жалыңызды, жалымызды. Алдыңа тағы шықтым, Қостанайым тербеткен тұлғаларды алы бізгі. Интернатта азғым сол болған деп мемана айтып едім наныңызды. Тамақты айтса өресі тар екен деп сындырып жібермегей сағымызды. Мен өзім Қостанайды жақсы көрем, ойлайтын жақынымдай қамымызды. Сен біздің санаңа рухани азық қылып себейік өлең деген дәнімізді. Сен біздің тоқ қылғансың тәнімізді, біз сіздің тоқ қылайық жаныңызды. Қысқасы Қостанайға сақтап келдік ең жақсы жырымызбен әнімізді. Ей, көңіліңнің қамбасын ашсаң елім, бір тойдырып кетейін бәріңізді. Ей, мұнайым бар Маңғыстау түбегінде, ураным да бар еді сыр елінде. Хром, никель, мыспенен мырыш жатыр жерімменен тауымның сілемінде. Бірақ та әнұранның мәтінінен бұлардың табалмайсың біреуінде. Мұнайдың даласы деп жазылмапты, қазбада саналса да ірі өнімге. Хромның даласы деп жазылмапты, тұрса да бір байлығың үрөлінде. Алтын дән даласы деп жазылыпты, жұмекен кіріскенде жазған екен, жұмекен кіріскенде жыр өруге. Ал алтын дән даласы Қостанай ғой, ең көп астық орылат бұл өңірде. Әрине әрбір адам туған жерін
жүректе сақтайтыны шын өмірде, алайда кеудемізге қолды қойып әнұран шырқалғанда ұлы елімде, ей туған жерге тіркесіп әр қазақтың Қостанай тұратындай жүрегінде. Ей, мен әзірге ботамын, нар емеспін, сынына шыдай алам сан егестің. Қыз іздеп кететіндей бәрің маған, Әсем әпке мен әлі кәрі емеспін. Айбек ағам бағана мына сізге, Айбек ағам інісін мана сізге әкелгенін қалайша елемеспін. Қалатын болдыңыз ба Әсем әпке? Келмейді ескегімді бөлек ескім. Мен қазір-ақ үйленіп кетер едім, сұлуды әлі тапқан жан емеспін. Ей, Айбек сізге жасаған жақсылықты әзір жасап жатқан жоқ маған ешкім. Апасы бұл Нұрболға дос емес пе? Інісі айтса көңіл қош емес пе? Маған ешкім жақсылық жасамай деп, Нұрболжан бара берме бос егеске. Не болды келін болып қаласың ба? Дегенің көп көңілдің қош емес пе? Абылай алам десе қалас алам, керегі өзіме де осы емес пе? Айтыстың бас қосқанда алқасында, жаңалық көбейіп тұр жалпы осында. Інісін апасымен жұптап қойып, жұрт отыр ендек оттың ортасында. Қыздырып сөз қырманың қызың кетсе, қызығы бұл айтыстың тарқасын ба? Балғадай мұхтарын яз бұйырмай қап, алмадай Нұрбол отыр дәл қасымда. Бұл да бір сәті түскен шаруа болдау, гендерлік саясаттың арқасында. Нұрболжан жұбым болдың сәтті менің, тамаша айтыстыңда тапты мебін. Қостанай қызым берсе бақытты бол, баянды басыңызға бақ тіледім. Мына той Әсиядай ана тойы, төгейік өлең жырдың тәттірегін. Сондықтан сәбилердің бақыт үшін айтайын аналардың ақ тілегін. Ақиқат айтылмаса ақынғасын, шайыр деп шартараптан шақырғасын. Тілегім ұлдарымыз ұғымды боп, бойында намыс оты лапылдасын. Қырмызы қыздарымыз қылықты боп, атана бармақ тістеп ақырмасын. Азайып көкек ана бүлдіршіндер, ақтаңын жетімдікпен атырмасын. Көбейіп батыр ана қазақ саны, тезірек 100 миллионға жақындасын. Үкімет жөргек бұлға ақыш құсап, беруді $10,000 мақұлдасын. Ал енді бұл тілекке қосылсаңыз, ағайын шапалағын шатырласын. Ой, бұл халық күнде көрмес сан мейрамды, жасайық жыр мейрамды, ән мейрамды. Айтысып Мұхтар ағам, Жансай әпкем жырларын жалындығып жалғай қалды. Бойдақтық жайлайтып ет ол екеуі. Әпкемде дәл соны айтып сарнай қалды. Үлкендер тек осыны айтып жатса, жас болып мен айтайын мәнді ойларды. Әйтпесе финалдағы тақырыптар давай поженимсядан аумай қалды. Иесі болмасам да жет өнердің жырым мен жұртымды алға жетелермін. Әсиядай халқымның мұңын айтсам, дәл бүгін шерте қояр шекеденгім. Талқылауға құмарақ біздің қоғам тағдырын талқандалған некелердің. Мөлдір мен Тұрсынбектің жаны ұясын талайы сөз қылыпты көкелердің. Ол сірә ұсақталып кеткеніміз жайынан аса алмасақ жекелердің.
Ей, бір үйдің мәселесін қозғай бермей, бұл елдің мәселесін көтерер кім? Мысалы, бір мәселе жетімдерім. Оны айтсам өршейтіндей от өлеңнің, жыл сайын 2000 бала жетім қалады. Кем тұсын мен де қозғап өтем елдің. Біреуі дәл осынау Қостанайда жетімдер үйі деген мекемеңнің. Жетімдердің үйінің бәрін жауып, бар мекен әр сәбиді мәпелер күн. Неге осы жетімдердің мәселесі талқысында болмайды екен елдің? Жайына алаңдайық қалғандардың жылу сезбей ана мен әкедендім. Ей, мөлдір мен Тұрсынбектің отбасы емес, жанары мөлдіреген бөпелердің. Ей, жетімнің жазылмаған жарасы мұң, жалғаннан табалмаған жанашырын. Және де көп біздерде қарттар үйі, ескеріп тыңдадық па анасырын. Елудей қарттар үйі ашылыпты әр шетінде қазақтың даласының. Сондағы қарияларды тыңдасаңыз, кешіріп перзентінің адасуын, Құдайдан қара шал мен қара кемпір тілеп жүр құлынының бағасуын. Ойланайық, осыны қолға алайық. Атанаң бар байлығың, бар асылың. Есігін күзетпесін қарттар үйінің, бесігін күзеткендір баласының. Әсем әпке айтыста дарамдайсың, қашанда жұлдыздай боп жанардайсың. Қайда жүрсең аман бол тілейтінім, бізге тек жақсы жайлар хабарлайсың. Мен өзіңдей жақсы әпке таба алмаймын, ал сен мендей жақсыны таба алмайсың. Қошемет ардақты ағайын, екі ақын 15 минут айтысты. Құрметті қазылар алқасы, бұл айтысты бастаған Әсем Ереже қызының ұпайын беріңіздер. Түгел 10. Әсеммен айтысқан Нұрбол Жауынбайдың ұпайын беріңіздер. Нұрбол Жауынбай түгел 10.